Қазақ хандығы құрылғаннан кейін, Керей ханнан кейін Әз Жәнібек хан екінші хан ретінде таққа отырды. Ол кездері Әз Жәнібек хан елді Сарай қаласынан басқарып тұрды. Қазақ ханының көлеңкесінде қалу ноғайлар билеушісі Мұсаның табиғатына жат болатын. Жәнібектің әскері Ахмет хан мен Ибақ хандарды кері шегіндіріп, ат басын жайыққа бұрды дегенді естіген Мұса бағынбай қарсы шығатын күші болмағасын Жәнібек ханнан лауазым алып қызметіне кірді. Бірақ ол мұны тек уақытша санады. Енді Жәнібектің билігі Ноғай биінің ашуын келтіргенде түсінікті. Түгел бір елді билеп отырған атақты би құрылғанына 15 жыл толмаған жас мемлекеттің әміршісіне бағынышты болып шыға келді. Іс бұлай аяқталмауы керек болатын. Ендігі жерде ол қазақ ханына қарсы тұрарлық күшке ие билеушіні іздей бастады. Ол кездері ауыр соғыстардың бірінде жарақат алған Жәнібек хан сырқаттанып сыр бойына қашқан Шайбанидың соңына Бұрындық пен Махмұд сұлтандарды аттандырды. Ат жалында ер жетіп өмірі аласапыранға айналған Өзбек ханзадасы өліммен талай рет бетпе-бет келді. Бірақ мұның барлығы оны ажал апанына тастамады. Шайбани өте талантты қолбасшы болатын. Сонымен қатар бір басына жетерлік даңқ құмарлығы да болды. Оның осы өлермендігі сын сағаттарда жауын жапырып кетерлік күш сыйлады. Тіпті 50 мыңға жуық әскермен барған Керей ханның ұлы атақты Бұрындық Баһадүрден басым түсті. Салмағына аттың белі майысып, атан түйе ыңыранатын алып Бұрындық пен Шайбани арасындағы бұл қақтығыс былай болған еді. Шайбани хан алтын тақты қайтару жолында өзі ойдан шығарған махаббат машақаттарын қолданудың амалын тапты. Алғашында өзіне көмек қолын созбаған Мұса бидің ауылын шауып қаратпақ болған әрекетінен түк шығара алмағаннан кейін оның қызының басын айналдыра бастады. Ол сонымен қатар талантты ақын болатын. Парсы тілінде жазған өлеңдері сол кездегі небір арудың жүрегіне от тастап үлгерді. Бір сөзбен айтқанда, Шайбани ханзададан бұрын түр тұлғасы келіскен даланың сал серісі болатын. Ақындық дарынын пайдаланған ол Мұса бидің қызына ғашықтық хаттар жазып, ақыры өз мақсатына жетті. Саясатқа келгенде салқын қанды Мұса би жас жігіттің бұл қулығынан құтыла алмады. Қызының назы жібермеген би Еділ мен Жайықты жайлап жатқан маңғыт билеріне ат шаптырып, Шайбанимен құдандалық байланыс орнатты. Бұл Шайбанидың көп қулығының бірі болатын. Оның сезімге толы хаттары мыңдаған әскерден қуатты болып шықты. Бұрындық от кешкен жауынгерлеріне, Шайбани қызыл тіліне сенді. Отты сөздермен Ноғай қызының жүрегін өртеген ол 50 мың қазақ әскеріне қарсы тұратын қол жинап үлгерді және Бұрындықты үлкен өкініште қалдырды. Сонымен Ноғай әмірі Мұса мырзаның көмегіне сүйенген Шайбани хан сыр бойындағы Аркөк пен Сығанақты қоршау қалды. Мұндағы қала әкімдері ұзақ қарсыласа алмай беріліп, екі маңызды қала Шайбанидың иелігіне өтті. Жаудан беті қайтпай, дұшпанын жапырып үйренген алып күштің иесі Бұрындық бұл жеңілісті ағасы Әз Жәнібекке айтуға ұялды. Ол Шайбанидың күшін мойындаған емес, оны қашқын деп есептеді. Бірақ бұл жолы Ноғай мырзаларының Шайбаниді ақ киізге көтеріп хан сайламақ болған әрекеті жүзеге аспай қалды. Кеткен есесін қайтаруға асыққан сұлтанның тілегі көп өтпей орындалды. Бұрындықты жеңдім деп масаттанған Шайбани бұл екі қаланы қанағат тұтпады. Бұрындық Баһадүрдің қосымша әскер алдырмай, Әз Жәнібекке хабарламағанын біліп қулыққа басқан ол, қамалдан шығып енді Түркістанды бағындыруға беттеді. Мұны алдын ала біліп отырған қазақ әскерлері өзбектердің соңынан ілесіп отырды. Ал мерейі тасыған Шайбани бұл жолы тұзаққа өзі келіп түскен болатын.
Ол кездері Созақ қамалын әз Жәнібектің ұлы Махмұд Сұлтан билеп тұрған еді. Бұрындықтың армиясына келіп қосылған Махмұд Сұлтанның адамдары Қаратаудың Соғынлық деген жерінде Шайбанидың әскеріне тап беріп, өзбек әскерін жойып жіберді. Қайда тығыларын білмей қашқан әскерді қазақтар қуып жүріп, жайратып салды. Шайқас үстінде қашып шыққан Шайбани Сығанаққа қарай қашты. Бірақ бұл жақта оны жұмақ бағы күтіп тұрмады. Сығанақ қаласының әкімі, заңды мұрагер Керей ханның ұлы Бұрындық сұлтан екендігін, егер қаладан кетпесе ұстап беретіндігін ескертеді. Бұрындықтан оңбай жеңілген хан Арал маңайында да тұрақтай алмай Маңғыстауға қарай қашты. Сығанақ қамалының алдына келген қазақ әскерлерін көрген қаланың әкімі Қазы Садыр Әл-Ислам Бұрындықтың алдынан шығып, қаланың кілтін табыстады. Осылайша сырдың орталық бөлігінен солтүстікке дейінгі қалалар Қазақ хандығының құрамына қосылды. Еш жерден тұрақ таба алмаған Шайбани сол бетімен Маңғыстауға барып тығылды. Қазақ пен өзбектің арасында Сырдария бойындағы қамалдар үшін шайқас одан әрі жалғасты.